Конничева, жолдастар. Мен бүгін сендерге мынау 30 жапон тілінің қалай тез үйренуін сендерге бастап үйретіп көрейін. Қалай сендер қабылдайсыңдар. Мынау ю, мына я, ю, йо әрпі. Түсіңіздер ғой. Я, ю, йо әрпі. Шыраған әрпіне. Ю, я, йо әрпі. Енді келесі сөздіктерді былай жаттаймыз. Су. Мысалы, су жапон сөзінде мизу болады. Мизу. Вода. Да? Оны қалай еске аламыз? Су ішпесең, миың зуылдайды. Ми зуылдайды. Су ішпесең. Мизу. Сол сізде есте қалсын. Хи деген күн. Сан, фая. Солнце дейді. Хи дейді. Оны қалай аламыз? Хи деген, мысалы, қойдың қиы күнге күйді. Хи деген, хи дейді ғой, қойдың қиын. Күнге күйді. Сан, фая, солнце деп. Соны есіңізге алыңыз. Гүлді хана дейді. Хана. Оны қалай еске аласыз? Гүл термесең хана болады дейсіз. Хана дегенді көбісі хана деп жастар көп айтады ғой. Хана. Гүл термесең хана болады. Соны есіңізге алып қалыңыз. Хито деген адам. Персон. Адам. Хито. Оны қалай есіңізге аласыз? Ол хит болған адам. Адамдар хит болып жатыр ғой қазір. Бірнен соң бір. Хит болып жатыр. Хито деп. Соны адам, соған есіңізге алыңыз. Хит болған адам. Дос. Томадачи деген дос. Оны қалай айтасыз? Томадачи. Томар деген қазақта сөз бар ғой, томар тасиды. Досымен томар тасимыз. Томадачи. Досымен томар тасимыз. Ел деген жапонша куни. Елде әр кезде күн шығып тұрады. Куни. Country. Куни, ел. Күн шығып тұрғаны ел. Куни деген сөзді еске алыңыздар. Күн. Куни, ел. Куни, елде күн шығып тұрсын. Жапонша ақшаны окане дейді. Окане деген сөзді еске алу үшін окане ақша алып кел. Окане. Осы сөзді естеріңіз алып қалыңыздар. Окане. Мына ақша алып келді. Окане ақша алып келді. Окане ақша келді. Ақша, окане. Мани. Окане. Ол ақша деген сөз. Ән, сонг. Ута дейді. Ута деген сөз ән. Оны қалай ескереміз? Ута. Ән байқауын ұтты. Ән байқауын ұтты деген сөзді еске алып қалыңыздар.
Ута, ән байқауынан ұтты. Ута. Соған ұқсастырып. Үй дегенді олар ие дейді, ие. Бұл енді оңай естеріңде қалады деп ойлаймын. Хаус, хоем деп айтады ғой. Ие деген сөз, үй деген сөз жапонса. Жапондар үйді ие дейді. Ие. Үйдің иесі, ие. Есіңізде қалады ғой. Үйдің иесі, ие. Бұл үй, ие деген үй. Хаус, хоем деп айта береді ғой. Жаңбырды райында жаңбырды аме дейді. Аме. Мәссаған жаңбыр жауды деген кезде аме. Жаңбыр. Жұмыртқаны тамаго. Жұмыртқа. Тамаго. Тамақ. Жұмыртқа тамақ болады. Тамаго. Осымен үйлестіріп жаттап алсаңыздар болады. Тамаго, жұмыртқа. Мысалы, род дейді ғой. Жолды миши дейді. Миши. Жапонша миши жол. Оны қалай шығартасыз? Мына кейде жолда кетіп баратса кейде, мына жолдың миши шығып кетті ғой деп айтып жатады. Миши жапонша жол. Миши. Осыған үйлестіріңіздер. Мына жолдың миши шығып кетті деген сөз. Миши деген жол. Сусын деген номимоно. Оны қалай айтамыз? Мимоно. Мими деген құлақ көздеріңіз. Мимано. На сөзі бар, мимоно. Құлақ. То есть мимоно сусын деген сөз. Мимарсанка деп айтады ғой, ішесің ба деген секілді. Осыны мимоно сусын осыны жақсылап жаттап. Студент, гаккусей, студент. Гакку, қазақта сөз бар ғой, гакку. Студенттер өзі кішкене гаккулетіп жүреді ғой постоянно. Көңілді гаккусей. Бұл сендерде оңай есте қалады деп ойлаймын. Мысалы, оларда отбасы семьялықты казоку дейді. Казоку. Семья. Біздің қазақтар өзі отбасын жақсы көреді ғой. Казоку. Соған бір ұқсатып фамилия, ағылшынша фамилия дейді ғой. Казоку. Соны естеріңізге алып, отбасына казоку. Қазаққа ұқсап тұр. Қазақ деген сөзге ұқсап тұр. Сондықтан бұнда сендердің естеріңе дұрыс қалады деп ойлаймын. Мысалы, итті. Ину дейді. Ину, док, ит. Ину дейді. Ину. Оны қалай еске алуға. Иттердің әні болады ғой. Ину, әні енді. Ину. Солай дұрыс еске алуыңыз қалады. Ину. Әні. Иттің әні. Неко деген мысық. Кот. Неко. Бұған ұқсас сөз шынымды айтсам дұрыс таба алмадым. Неко. Не кот деген не кот. Бұл не мысық. Не кот.
неко дегенден естеріңізге алсаңдар болатын шығар деп ойлаймын. Неко. Аяқты аши дейді, аяқты аши. Аши деген аяқ. Фут, аяқ қой. Аши дейді. Оны қалай есің, аяқ деген мысалы бала кезде бір жантақ көп жерге жүрсеңіз, тікен бар жерде аяғыңыз ашиды ғой, тікен. Аши десе уже аяқ деп ойлай беріңіз. Өзі ауылды жерде барған кезде аяқтарыңыз ашиды, тікен кіргенде. Сондай болды ғой бала кезде. Сондықтан аши деген ол аяқ деген. Сонымен үйлестіріңіздер. Қар. Юки. Қар. Ки үстіңе ки. Юки деген сөз уже қар жауып жатыр. Сынау, қар жауып жатыр. Ер адам дегенде атака дейді, атака ер адам. Атака, бұнда атака жасау, атака деген соған үйлестірсеңіздер болады. Атака, ер болған екен атака жасап жүреді ғой, атака. Аның орнына оны қоясыздар да, атака, ер адам, мән. Онна деген әйел адам. Бұл да естеріңізге дұрыс қалады деп ойлаймын. Ана деп айтамыз ғой, Анна. Әйел адамын онна дейді. Анна деп. Ана деген сөзге ұқсап тұр. Енді тау. Яма деген, енді орыс тілділер тез түсінеді. Яма деген үлкен шұңқыр ғой, енді яма. Тау деген соған антоним. Тау биікте, яма деген кішкентай. Яма. Майнтаун. Алынша айта береді ғой. Сосын соған яма деген сөз тау. Кава деген өзен. Кава өзен. Кау деген сиыр ғой, мысалы, кава өзен. Риба. Кау деген сиыр. Кау өзенге барып су ішіп жатыр. Или кава. Қазақ тіліне қандай сөз бар? Кава. Каваи деген ағылшыннан сүйкімді деген сөз. Каваи дейді. Кава деген өзен. Кау деген ағылшынша сиыр деген сөз. Кава. Сонда өздеріңіз бір үйлесетін қазақтың бір сөзіне ұқсатып алыңдар. Бір сөзіне ұқсатыңдар. Кава. Екі хирогананың екі әрпімен жазылады. Кава. Аспан деген сора. Sky. Аспан. Сора. Аспан. Сора. Аспанды соралас па? Сора, аспан үлкейді. Сора, аспан үлкейді. Сорас қой бейді, сор. Аспан деген қандай рақат қой. Цуки, ай деген. Мун, ай, цуки. Та, ти, цу деп оқыдық қой. Та, ти, цу деп оқыдық қой. Туки, со екі әріптен тұрады. Туки, ки деген ағаш деп айтқан. Туки, ай соны, мун. Түнді, юру дейді. Юра деген достарың болса, юру. Кому юру? Кімге? Юраға, юрудай. Юру, түнде.
Юру. Түнде юраға бер. Түн осы. Юру. Бүгін деген кяу. Бүгін. Today. Бүгін. Кяу. Киев ал бүгін деп. Ашита. Тамаро. Ашита. Ертең. Ертең. Ашта. Тамаро. Ашта. Ертең тағы қалған жалғастырамыз. Сіздер егер естіп жатса, тіркеліп жазылыңыздар. Осыны 2 рет, 3 рет қайталап тыңлаңыздар. 2, 3, 4 рет қайталап. Ана YouTube-ті неге қойып қойыңыздар, ана қайта айландыратынына. Сонда 3 рет, 4 рет қайталаңыз. Сонда сіздің мынау бәрі естіңізде қалады деп ойлаймын. 7 рет қайталаңызсаңыз, вообще тіптен болады.